Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі 1-ші бөлім менің отаным Қазақстан. 5-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы рәміздер туралы білім сайысы. Балалар, бүгін Медет, Дина, Расул біздің сабақтың жеңімпаздары. Олардың барыс, қыран, тұлпар туралы білімдері бар. Бірақ олар осы жануарлар туралы тағы да қызықты мәліметтерді білгісі келеді. Сондықтан біз олардың білімдерін толықтыруға көмектесейік. Сабақтың мақсаты: сөздік қорымызды толықтырамыз, мәтінге тақырып қойып үйренеміз. Жаңа тақырып бойынша сөздермен танысамыз және оларды дұрыс айтуға үйренеміз. Қыран, орел, беркут, барыс, барс, тұлпар, лошадь, қастерлейді, уважают, ценят, тіршілік етеді, живет, живут. Балалар, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді мұқият тыңдаймыз, оқимыз, тапсырмаларды орындаймыз. Назар аударыңыздар. Көне түркілер барысты ілбіс деп атаған. Ол таулы, тасты аймақтарда тіршілік етеді. Барыс батыл және айлалы аң. Ол еліміздің табиғи және мәдени мұрасының символы. Бұл Іле-Алатау паркын мекендейтін қар барысы. Мамандар жойылудың аз алдында тұрған жануарды сақтау мақсатында ерекше қорғаудағы аумаққа 2016 жылдан бері 40 фото бейне камера орнатыпты. Сол құралдардың көмегімен парк аумағындағы барыстың санын анықтады. Мұндай құрылғыны қазір Непал, Моңғолия, Ресей, Ауғанстан және Қырғызстан пайдаланып, сирек кездесетін аңдардың санағын жүргізуде. Сұрақ-жауап әдісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Барыс қандай аң? Оны түркілер қалай атаған? Ол қайда тіршілік етеді? Ол еліміздің қандай символы? Дұрыс жауаптарына назар аударамыз. Барыс батыл және айлалы аң. Оны түркілер ілбіс деп атаған. Ол таулы, тасты аймақтарда тіршілік етеді. Ол еліміздің табиғи және мәдени мұрасының символы. Жарайсыңдар, балалар.
Жауаптарын дұрыс. Тұлпар ең жүйрік, ақылды жылқы. Қазақ халқы тұлпарды батырға сыйлаған. Ертегідегі тұлпар сөйлей алады. Батырға көмектеседі. Онымен дос болады. Батыр мен тұлпар барлық қиындықты жеңеді. Енді балалар, сөйлемдерді толықтырамыз. Керекті сөздер берілген. Қиындықты, батырға, ең жүйрік, ақылды. Осы сөздерді пайдаланып алыңдар. Дұрыс жауап беріңіздер. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді дұрыс жауаптарына назар аударамыз. Тұлпар ең жүйрік, ақылды жануар. Қазақ халқы тұлпарды батырға сыйлаған. Батыр мен тұлпар қиындықты жеңеді. Қыран аса епті алғыр құс. Ол тоғайлы, таулы аймақта тіршілік етеді. Биік жартасқа ұя салады. Ол түлкі мен қасқырды оңай ұстайды. Қазақ халқы қыранды аса қастерлейді. Енді балалар, сөйлемді оқы, берілген ойды жалғастыр. Қазақ халқы қыранды аса қастерлейді. Өйткені сөйлемді жалғастырамыз. Жарайсыңдар балалар, дұрыс. Өйткені қыран аса епті алғыр құс. Тоғайлы, таулы аймақта тіршілік етеді. Балалар, мәтін бойынша жұмыс жасаймыз.
Енді мәтінді мұқият оқимыз. Әр мәтінге сәйкес келетін тақырыпты таңдаймыз. Осындай тақырыптар берілген. Достықтың символы, ақыл мен айланың символы, еркіндіктің символы. Назар аударыңыздар, мәтінді мұқият оқыңыздар. Көне түркілер барысты ілбіс деп атаған. Ол таулы, тасты аймақтарда тіршілік етеді. Барыс батыл және айлалы аң. Ол еліміздің табиғи және мәдени мұрасының символы. Тұлпар ең жүйрік, ақылды жылқы. Қазақ халқы тұлпарды батырға сыйлаған. Ертегідегі тұлпар сөйлей алады, батырға көмектеседі, онымен дос болады. Батыр мен тұлпар барлық қиындықты жеңеді. Қыран аса епті, алғыр құс. Ол тоғайлы, таулы аймақта тіршілік етеді. Биік жартасқа ұя салады. Ол түлкі мен қасқырды оңай ұстайды. Қазақ халқы қыранды аса қастерлейді. Енді дұрыс жауаптарына назар аударамыз. Бірінші тақырып. Достықтың символы. Достықтың символы тақырыбына тұлпар туралы мәтін жатады. Ақыл мен айланың символы. Ақыл мен айланың символы тақырыбына барыс туралы мәтін жатады. Еркіндіктің символы. Еркіндіктің символы тақырыбына қыран туралы мәтін жатады. Дұрыс балалар, өте жақсы. Балалар, сабақ бойынша қорытынды жұмысын жасаймыз. Осындай сұрақтарға жауап беріңіздер. Барыс қандай аң? Қандай құс биік жартасқа ұя салады? Қазақ халқы тұлпарды кімге сыйлаған? Көне түркілер барысты қалай атаған? Қыран қандай құс? Тұлпар қандай жылқы? Жауаптарына назар аударайық. Барыс қандай аң? Дұрыс, батыл және айлалы аң. Қандай құс биік жартасқа ұя салады? Дұрыс, қыран құсы. Қазақ халқы тұлпарды кімге сыйлаған? Дұрыс, батырға сыйлаған. Көне түркілер барысты қалай атаған? Ілбіс деп атаған. Қыран қандай құс? Қыран аса епті, алғыр құс. Тұлпар қандай жылқы? Ең жүйрік, ақылды жануар. Енді балалар,
үй тапсырмасын жазайық. 14-ші бет, 5-ші тапсырма. Жаңа сөздерді жаттайсыңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.